Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бірге мен Мақпал және де достар, бүгінгі видеода мен Тока Бока түсіретін боламын. Тока Бока жаңа сериал. Короче, бұл бізде ұрлықшылар деп аталатын сериал. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар бұл сериалды бастамас бұрын. Ал біз осымен сериалымызды бастаймыз. Кеттік! Ал қызым, саған ақшам. Жаңа сұрап едің ғой. Қанша? 100 мың сұрадың ба? Мен nerede 200 мың қыдырым деп едім осы. Ал так кімге керек тағы? Так балам, саған да керек. Қазір екеуіне де алып беремін. Ойыншықтар бәрін әкеп беремін ғой қазір. Қазір бәріне алып беремін, бәріне беремін. Аналарды көріп тұрсың ба? Міне, біз терезеден қарап тұрмыз, просто оларға ше. Олар өте бай. Я түрлеріне қараса өте бай ғой. Даже қызына 200 мың теңге беріп отыр ғой. Осы үйде андаймыз ау. Оған өте көп ақпараттар жинау керек қой. Көп ақпарат жинап, бәрін жинау керек. Қалай жинасақ болады екен, оның бәрін жоспарлау керек. Сөйтіп осы үйді түнге қарай тонау керек. Бірақ бүгін тонамаймыз енді. Бүгін жоспарлаймыз ба, көреміз ғой енді ше. Онда бүгін жоспарлау керек қой бәрін. Жарайды, кеттік, көріп қоймай тұрғанда. Кеттік. Мам, пап, анаяқтан бір қап-қара ондай ұрлықшылар сияқты адамдарды көрдім. 3 бір ұрлықшы адамды көрген сияқты болдым. Құмаш, бізде күзетшілер бар ғой, қарап отырады ғой бәрін. Мүмкін күзетшілерден шатастырып атқан жарсың. Жоқ, олар маска киіп алған, қап-қара, көздері ғана көрініп тұр. Қызым, саған мүмкін көзіне елестеткен шығар. Маған шай жасап қойыңдар ма? Каспийлеріне салып қоям бәріне. Екеулеріне кәмпит бәрін әперем қоя. Кеттім мен онда. Жарайды. Бұл үйде осы үй енді бай болған соң осыны аңду керек. Бірақ ең бірінші бізге осылар туралы көп ақпарат жинау керек. Олар қай күні кетеді, мысалы қонаққа бір жерге кетсе, біз оның бәрін біліп отыруымыз керек. Онда сен екеулерің осылар туралы көп ақпарат жинап келіңдер. Яғни не айтатын? Терезеден қарап, қай күні кететін бәрін біліп алыңдар. Сосын маған ақпараттың бәрін жеткізіп айтасыңдар. Сосын сол күні жоспар құрып, сол күні түнде ұрлайтын боламыз бәрін. Ал бүгін түнде ше? Бүгін түнде олар түнде ұйықтап жатады, сол үшін біз ұсталып қалатын сияқтымыз. Мүмкін жоспар құрып көрейік, мүмкін ұсталмайтын шығармыз. Шынымен де құрып көрейік та. Жарайды. Кеттік онда, құрайық. Жоспар құрып біткен соң. Уже кеш болып кетті ғой. Сол ғой. Уже бару керек ана үйге. Түн болып кетті. Қазір уже түн болады. Сол үшін бар тез-тез аңду керек. Кеттік онда тез. Шаршап, тұмшы түн болып тұр ғой. Күніге осы үшеуміз күзетші болып қарап отырмыз. Ұйқым кеп тұр ғой бәрі меніңше. Давай ұйықтап аламыз. Түнде ешкім келмейтін шығар. Ешкі құлтаулы ашық тұрса да бәрібір ғой, кірмейді ғой ешкім. Құмаш, біреулер кіріп кетсеші. Сол ғой. Бірақ мен ұйқым кеп тұр шынымен де. Давай шынымен де ұйықтап аламыз. Сол ұйықтап алайық та. Жарайды, ұйықтай салайықшы. Шаршап кеттім, ұйықтап алайық.
Нағыр ұйықтаватыр екен. Жақсы болды ғой. Кеттік кірейік. О, неқта ақша тұр. Алдына тез алтындарды. Неқта 1 миллион, 2 миллионнан астам ақша тұр ғой. Кеттік, қаштық. Тез жүріңдер. Жай жүрші. Кеттік, қаштық. Таң атқан соң. Күшті ұйықтап отыр мен. Яқта мен ақшам уақта. Яқта менің 1 миллионнан астам 2 миллион бақшам тұр еді ғой. Тұрыңдар, не ұйықтап атсыңдар сендер? Тұр дедім ғой мен саған. Ойбай, бәсеке. Қайырлы таң айта беріңіз. Не ұйықтап қалғансыңдар? Тұрыңдар бол, тұр. Ойбай, қайырлы таң. Не ұйықтап қалғансыңдар? Яқта менің ақшам ғана. Үшеуін ұрладыңдар ма? Айтыңдар бол тез. Кім ұрлады? Айтыңдар. Білмеймін, біз ұрлаған жоқпыз. Түнде мен ұйықтадыңдар ма, или қарадыңдар ма? Біз қарадық, қазір 5 минут ұйықтап алайық дедік та. Тұрдық қой, 5 минут ұйықтап алайық. Шын ба? Біз әшейін 5 минут ұйықтадық та тұрдық қой. Яқтағы мен ақшам ғана. Біреуін ұрладыңдар. Біліп тұрмын ғой мен. Айтыңдар тез, ақшамды қайтарыңдар. Біз ұрлаған жоқпыз ақшаларды. Мен ешқандай ақшаны көрген жоқпын бұл жерде. Кеше ғана сендерге айттым ғой, нәерге ақшамды қойғанды көрдіңдер үшеуінде. Көріп тұрып ұрлағансыңдар ғой. Жұмыстан шығарып жіберейін ба сендер? Жоқ, кешіріңізші. Екінші рет қайталанбайды үшеумізде де. Жарайды, бір жолға кешірем, екінші жол осылай қайталатын болса, үшеуінде де жұмыстан қууға мәжбүр боламын. Ақшаларды кім ұрлады екен? Бізге жаба салды ғой тегі. Сол ғой. Сен кесірім бәрі негізі. Қалай мен кесірім? Сен ғой түнде ұйықтайық деген. Ұйықтамағандар. Мына ақша тұратын еді, бізге ұрыспайтын еді, сен кесірінен жұмыстан шығатын болды. Сол ғой. Ақшаны біреулер ұрлап кеткен сияқты ұрлықшылар. Достар, осымен мен сериалымды аяқтаймын. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Бұл біз айтпақшы достар бірінші бөлімі. Екінші бөлімін күтіңіздер.